Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін ресторандағыдай өте дәмді, сочный болып шығатын семганы жасайтын боламыз. Рецепті жоғалтып алмау үшін бірден сақтап аламыз. Алдымен семганы маринадтап аламыз. Маринадына бізге зәйтүн майы керек, оны арнайы бір ыдысқа құйып аламыз. Көз мөлшерінде барлығын салатын боламыз. Одан кейін қара бұрыштан қосамыз, дәміне қарай тұзды саламыз, және де бұрыштардың қосындысы болса, одан да сәл салсаңыздар болады. Жарты лимон шырынын құйып, барлығын жақсылатып қасықтың көмегімен араластырамыз. Семганы қыздар мұздатқыштан жарты сағат бұрын шығарып қоямыз. Енді семгінің екі жағына соусын құйып, жарты бір сағатқа маринадталуға алып қоямыз. Екі жағына бірдей етіп құйып шығамыз. Сол кезде сіздің семгаңыз өте дәмді әрі сочный болады. Қыздар, видеоның описание бөліміне барлық құрамын жазып қалдырамын. Сол құраммен бойынша жасасаңыздар болады. Енді мінекей барлық маринадын құйып болғаннан кейін бір сарымсақты үккіштен өткізіп, оны да саламыз, және де міндетті түрде семгамыз дәмді болу үшін балыққа арналған осындай дәмдеуіштен де қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылатып араластырып, жарты немесе бір сағатқа маринадталуға алып қоямыз. Осы маринадпен жасасаңыздар, кәдімгідей балықтарыңыз өте дәмді әрі сочный болады. Сонымен қатар менің YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаймыз. Қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келеді. Мінекей, семга балығымыз бізде жарты сағаттай маринадталды. Енді мен бұл балықты аэрогрильде пісіріп алатын боламын. Аэрогрильдің орнына кәдімгідей пеште де 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп алсаңыздар болады. Енді семгамыз піскенше оның соусын әзірлейтін боламыз. Соусына кез келген пайыздағы сливкиді пайдалануға болады. Менде 10% сливки. Дәміне қарай тұзын қосамыз, орегanoны қосамыз, және де қою болу үшін ұнды қосып араластырамыз. Соусымыз бізде кәдімгідей қоюланып бастайды, және қоюланғаннан кейін ең соңында дәмді болу үшін өзіңізге ұнайтын сары майдан да бір қасық қосып, тағы да барлығын араластырамыз. Мінекей, оған дейін семгамыз да дайын болды. Күрішпен ұсынсаңыздар болады. Негізінде қыздар соусты бетіне құйған жақсы семганың. Сол кезде өте дәмді әрі сочный болады. Рецепт ұнап жатса парақшама тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар.